Қайырлы күн достар. Бүгін осындай корзиналардың жасалу жолының мастер-классын сіздерге ұсынамын. Видео 2 бөлімнен тұрады. 2 бөлімде де қарап, өздеріңізге пайдалы ақпарат ала отырыңыздар. Ал қажет құралдарды, заттарды мен видеоның описаниясына қалдырып кетемін. Мен осы жолмен жасап жүрген корзиналар ручкасынан ұстап көтергенде 15 килограммға дейінгі салмақты көтере береді. Корзина жасау үшін картоныңыз бастысы ең қатты картон болу керек. Яғни қарапайым азық-түлік сататын дүкендердегі картондар жарамайды бұл жерге. Тұрмыстық техниканы орайтын қатты картондарды пайдалансаңыздар дұрыс болады. Бұның каркасын жасалу жолын мен видеоға түсірген жоқпын. Өте оңай, дөңгелекті алып, оған қабырғасын және ручканы ыстық желмен жабыстыра саласыздар. Бұл корзинаны жасауға пайдаланған трубамыз металлопластикалық труба деп аталады. Иілгіш, бірақ өте қатты, сондықтан оны тесуге маған жолдасым көмектесті. Осылай шурупайортпен тесіп аламыз. Сол тесіктерден қазір сым темірімізді өткізетін боламыз. Бұл сым теміріміз оцинкованная проволока деп аталады, және бұл оцинкованная проволока және металлопластикалық трубамыз кез келген құрылыс заттарын сататын дүкендерде сатылады. Тесіктен сым темірлеріңізді шығарып алған соң, видеода көрсетілгендей етіп екі жаққа қарай майыстырасыздар. Бұл сым теміріміз корзинаның түбінде екі жаққа қарай бір-біріне параллельно орналасады, яғни бір сызық болып жатпау керек. Бұл біздің корзинамыздың түбінің мықты болуына және болашақта түбінің түсіп қалмауына септігін тигізеді. Сондықтан осылай проволокамен міндетті түрде жасаңыздар, өте мықты болып шығады сол кезде корзиналарыңыз. Егер сіздерде шурупайортпен тесетіндей мүмкіндік болмай жатса, онда сым темірлеріңізді кәдімгі трубаның ішкі жағы қуысынан өткізе салсаңыздар болады. Ондай жағдайда тесудің қажеті жоқ. Тек қана картонды тесесіздер, картонды тесу қиындық тудырмайды. Ал бұл проволока мен металлопластикалық трубаны кез келген құрылыс дүкендерінен сатып алсаңыздар да болады. Трубамыз бізде металлопластикалық труба, ал сым теміріміз оцинкованная проволока деп аталады. Бұл оцинкованная проволока деп аталады, бірақ оның қатты және жұмсақ түрлері болады. Жұмсақ түрін таңдап алыңыздар. Менің қолымда қатты түрі болғандықтан менде бастан аяқ жолдасым маған барлығын жасап берді. Қыздар, тағы да айта кетейін, картондарыңыз міндетті түрде қатты картон болу керек. Дүкенде сатылатын жұмсақ картондар, азық-түліктің қорабынан шыққан картондар, олар жарамайды. Қатты картон пайдаланыңыздар. Міне ханымдар, менде осындай корзина пайда болды. Қазір біз бұны синтепонмен қаптау үшін өлшемдерін алып аламыз. Осылай айландыра өлшемін өлшеп аласыздар. Астыңғы диаметр менде 36 сантиметр. Және ішкі жағын өлшеген кезде түбіне дейін 2 сантиметр жеткізбей өлшейсіздер. Өйткені бізде синтепонымыз түбіне қарай жабысып тұрмау керек. Мысалы, сіздерде 28 сантиметр шықса, түбіне дейін 2 сантиметр жеткізбей өлшейсіздер, сонда сіздерде 26 сантиметр биіктіктегі синтепонды алу керек болады. Синтепондарыңыздың қалыңдығы 3 сантиметр болғаны жақсы. Одан қалың болып жатса да ештеңе болмайды. Менде қалыңдығы 1 сантиметр болғандықтан мен оны 3-4 қабаттап отырып жасайтын боламын. Ал егер бірден қалың синтепон алсаңыздар, бұлай әуреленіп жатудың қажеті жоқ. Міне ханымдар, мен синтепонымды 2 қабаттап жабыстырып шықтым. Келесі кезекте мен енді 3-ші қабатымды жабыстыратын боламын синтепоннан. Бұл жерде мен ішкі қабатына бірден жабыстыра кетемін. Ішкі бетіне жабыстырған кезде түбіне қарай 2 сантиметр жеткізбей жабыстыруды ұмытпаңыздар. Яғни нақты түбіне дейін
біріккен жеріне дейін жабыстырмайсыздар, 2 сантиметр жеткізбеулеріңіз қажет. Қазір енді дайын болған корзинамызды ахватын өлшеп аламыз. Ахваты менде 122 сантиметр шықты. Енді ішкі бетін өлшеп алатын боламыз. Ішкі жағын өлшеген кезде қарап алыңыздар, видеода көрініп тұр. Ішкі тігісіне қарай, яғни жабыстырылатын қосымша 2 сантиметр жібереміз. Тігіске деп аталады ол жер. Және астыңғы жағына да 2 сантиметр қосамыз. Сонда менде барлығы 36 сантиметр шықты. Ал диаметрден керісінше 2 сантиметрді алып тастайсыздар. Мысалы, сіздердің диаметрлеріңіз 36 болса, одан 2 сантиметрді алып тастап, 34 сантиметр диаметр аласыздар. Міне ханымдар, қараңыздар, 34 сантиметрлік мен осындай дөңгелек қиып алдым. Және мына матамның ұзындығы менде 100 сантиметр, яғни 1 метр. Менде ахватым 1-20 шыққан, яғни 1 метр 20 сантиметр шыққан. Мен 20 сантиметрін алып тастадым, өйткені бұл менде ломанный королевский велюр деп аталады. Өте қатты созылмалы мата болғандықтан мен 20 сантиметрге дейін алдым. Сіз өз маталарыңызға қарай аласыздар. Егер сіздерде менікінде 120 сантиметрлік ахват шықса, онда кейбір созылмайтын маталарда, аса қатты созылмалы емес маталарда 2 сантиметр алып тастайсыздар. Ал менікі сияқты қатты созылатын болатын болса, онда көбірек алып тастау қажет болады. Бірақ қиып тастамай тұрып, матаңызды да бірінші орап көріңіз. Сол кезде түсінікті болады. Сіздің матаңыз қандай екені, қатты созылмалы ма жоқ па? Өйткені егер сіздер бостау алып қоятын болсаңыздар, сыртқы қабатын ораған кезде маталарыңыз бос болып, ол өте әдемі көрінбейді, көрер көзге сапасыз көрініп тұрады. Енді ханымдар, мына шеткі ені бойынша қазір біз ортасына дейін тігіп шығамыз. Оны машинкамен тіксеңіздер де болады, не болмаса қолмен тіксеңіздер де болады. Мен машинкамен ортасына дейін ғана тігіп шықтым. Міндетті емес соңына дейін тігу. Және қазір біз бұның 4 жақ жанын белгілеп аламыз. Ол үшін видеоны жақсылап қараңыздар. Міне тігіс тұрған жері бір жақ ұшы болса, екінші жақ ұшы дәл соның бүктелген тұсы болып табылады. Сол жерге бормен немесе сабынмен метка қойып қойсаңыздар болады. Ручкамен де, карандашпен де ішкі жағынан қоя бересіздер меткаңызды. 4 жанынан аламыз дедік, 4 жанын белгілеп алайық алдымен. Міне мен 4 жанын белгілеп алдым. Енді дәл осы принциппен осылай 4-ке бүктей отырып, дөңгелегіме де қазір метка жасап алатын боламын. Міне қараңыздар, белгілерім осылай шықты. Дәл осы дөңгелекке қазір мен тағы да метка қойып аламын 4 жағынан. Міне енді астыңғы дөңгелектегі салып қойған белгілерімізді үстіңгі ұзыншақ матамыздың белгілерімен беттестіріп, түйреп қоятын боламыз. Дәл осы сәтте мен түйреуіштерімді таппай қалдым, сондықтан енемен 1-2 жүргізіп көктей саламын, бірақ соңынан оны сөгіп алып тастаймын.
Бұл бізге қазір астыңғы дөңгелектен қабырғасына арналған матаны беттестіріп тіккен кезде ұзындықтары бір-біріне дәл келу үшін қажет. Егер сіз бұлай жасамайтын болсаңыз, сізде бір жақ жанында маталарыңыз дұрыс тігілген, екі жақ жанында матаңыз не жетпей қалуы мүмкін, не артық қалып, яғни матаңыздың ұзындығы астыңғы дөңгелекпен сәйкес келмей қалуы мүмкін. Сондықтан төрт жанын міндетті түрде белгілеп алып, осылай беттестіріп белгілеріңізді көктеп алыңыздар. Міне осы принциппен қазір біз тігетін боламыз. Бұны да қолмен тіксеңіздер болады, немесе машинкамен тіксеңіздер де болады. Оверлокпен тігудің қажеті жоқ. Бұл өйткені бізде астыңғы мата болып тұрады. Міне осылай қазір тігіп шығамыз дөңгелегімізді. Міне ханымдар, мен матамды тігіп алдым. Енді осылай оны корзинама қаптап шығамын. Бағанағы біз тікпей қалдырып кеткен ені, ол біздің ручкамыздың тұсына тұспа тұс келу керек.